Bir ауылда бай мен кедей көрші болыпты. Байдың мыңғырған малы, үлкен үйі және көп қызметшісі бар екен. Ал кедейдің жалғыз ғана сиыры болыпты. Ол сиыр оның жалғыз күнкөріс көзі екен. Кедей күнде таңертең сиырын сауып, сүт ішіп отбасын асырайды. Ол азға қанағат етіп, ешкімге жамандық жасамай өмір сүріпті. Бай мол дастарханда сауық сайран құрып, күндерін шат-шадыман өткізуде. Менің байлығым мен ақылым болмаса, мұның бірі де болмас еді деп мақтанады. Ал кедей қарапайым үйінде барға қанағат етіп, байлық емес, адамдық маңызды деген сеніммен, шүкіршілікпен уайымсыз өмір сүріп жатты. Жаңбыр жауса айбаттаған, жалаң аяқ кешкен жер. Алқан салқан ойға еріп, қайғылыр белбескен жер. Қарның тойса тұрғынданды, қайға көрмей өскен жер. Ассалаумағалейкум байеке. Қалыңыз қалай? Әй көрші, сен осы бір сиырыңмен бүкіл ауылды асырайын деп жүрсің бе? Мен де болсам мал көп. Малым жетеді, бәрін өзім тапқам. Ал сен біраз еңбектеніп, біраз жұмыс жасасаңшы. Несібені Алла береді байеке. Қанағат қарын тойдырады демекші, адал еңбекпен келген малым. Бұған да шүкір. Ой, адал еңбек дейсің бе? Ой, сен де соны сөз деп. Жалғыз сиыры еркенді бұның. Байдың малы көп болғанымен ниеті тар еді. Ол малшыларын күндіз түні жұмысқа жегіп, тер төккен еңбектері үшін жалақы бермейтін. Малшылар айлап еңбек етсе де, қолдарына тиын тимейтін. Сұрай берсең, бір тиын да бермеймін. Сонда біз айлықсыз күнімізді қалай көреміз? Қалай күн көреміз? Мейірімсіз бай малшыларына жалақысын бермей, оларды ауыр бейнетке салды. Ақыры шыдамы таусылған малшылар бірінен соң бірі қашып кетті. Жалақымды ала алмадым. Аманымда кетіп қалайын. Бай бәрібір тәкаппарлығынан таймады. Кенеттен нөсер жауып, тау шатқалынан сел ағып, барлық мал қырылып қалды. Қатыгездіктің соңы апатқа алып келді. Асқанға тосқан деген осы. Байдың әділетсіздігі мен тас жүректігі тек малшыларды емес, бүкіл елді зар жылатты. Оның мейірімсіздігі мен тәкаппарлығы талайдың көз жасына себеп болды. Ақыры солардың қарғысы мен ашы көз жасы өз иесін тапты. Бұл өмірдің жазылмаған заңы, кімде кім әділетті ұмытып, адамдықты аяққа басса, түбінде соның өтеуін тартады. Сондықтан шын бақыт адал еңбек пен әділеттілікте. Бал бөбек арнасы